Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеоның тақырыбы Карпман үш бұрышы деп аталады. Ол адамдар арасындағы қарым-қатынастағы түсетін рөлдерді айтады. Ендеше Карпман бұрышы деген не? Біз күнделікті өмірде сіздер болсын, отбасыларыңыздағы отбасы мүшелерімен, немесе ұжымдастарыңызбен, көшеге шыққан кезде, дүкендегі сатушымен сіз әртүрлі рөлдерден сол адамдарға қарым-қатынас жасайсыз. Сіз мүмкін ол рөлдерді қандай рөлде жасап жатқаныңызды білмеуіңіз мүмкін. Яғни санасыз түрде ол рөлдерден біз бір пайдасын көреміз. Ол пайдасын көргендіктен сол рөлден жұмыс жасағанды, сол рөлден қарым-қатынас жасағанды дұрыс деп санаймыз. Дегенмен Карпман үш бұрышындағы рөлдер жақсы деп саналмайды. Карпман үш бұрышына түскен адамдар сол үш бұрыштың аясында ғана қарым-қатынас жасап, яғни үш түрлі ғана қарым-қатынас жасап, көптеген өзіне қажетті дүниелерді ала алмауы мүмкін. Ендеше сіздерге қызық болса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ол менің жаңа видео жасауыма бір ықпалын тигізіп, мотивация беріп отырады. Сондықтан мархабат, кеттік. Карпман үш бұрышы. Араларыңызда естігендеріңіз де бар шығар, және бұны драматикалық үш бұрыш деп те айтады. Әйгілі психолог Стивен Карпман адамдарды зерттеу барысында адамдар әртүрлі рөлдерден қарым-қатынас жасайтынын анықтаған екен, және оны ара-жігін ашып, ол рөлдің пайдасы неде, ол рөлдің зияны неде, соны ашып өткен екен. Ендеше кеттік. Бұл үш бұрышта құрбан рөлі бар, жәбірлеуші рөлі бар, және құтқарушы рөлі бар. Так, мына жерде көрінбейді екен құтқарушы. Ендеше мен енді былай айта берейін. Таныс рөлді шығар, құрбан, жәбірлеуші, құтқарушы. Бір адам бірнеше рөлді орындай беруі мүмкін. Немесе бұл үш бұрышта үш адам болуы мүмкін. 4-5 кете береді, одан да көп болуы мүмкін. Немесе үш адам аясында, бір адам аясында да жүзеге аса береді. Ендеше бұл рөлдерді қазір анығына ашып қараймын, қазір жеке-жеке, жіті-жіті. Сол кезде сіздерге түсінікті болады. Ендеше құрбан рөлі. Құрбан, қазір көз алдарыңызға қараңыздар, өзіңіздің айналаңыздағы сондай адамдар болуы мүмкін. Өмірдің өзі ол құрбанға әділетсіз. Барлығы кінәлі, мемлекет кінәлі, үкімет кінәлі, пособие бермейді, жұмысты жасамайды, барлығы өздері жеп отыр, арам тамақтар, коррупционерлер, шенеуніктердің бәрі оңбаған, мен босам жүрмін, алқаш күйеуім бар, 5-6 бала шағам бар, күнімді көре алмай, тағысын тағы. Яғни бұл құрбан, жертва, өзін жертва қояды. Айналадағы адамдардың бәрі жаман, оған. Ол ренжиді, қорқады, ұялады, еш нәрсеге уақытсыз жетпейді, жұмыс істейін десем үйде балдар бар, оларға кім қарайды, енем болса жаман, қыдырып жүреді, немесе оған да қарау керек, тамағын беру керек, уақытым жоқ, өзіме қарауға уақыт жоқ, шашым тарауға уақыт жоқ, өйткені тағысын тағы. Өмірін жақсартуға ешбір әрекет жасамайды. Ой, бәрі жаман, бірақ қандай да бір әрекет жасамайды. Все, болған. Енді құрбан, потому что құрбан, осы рөл оған ұнайды. Ол кезде барлығы оған қараса, оны аяса, оған бір жанашырлық танытса, біреу бір 5-10 теңге берсе, біреу бір азық-түлікті берсе, оны құтқарып берсе, оның алқаш күйеуін арақ ішкізбейтін қылса, тағысын тағы. Ол үнемі всегда бір жаман болады, ой жақсы болмайды ештеңе, ой ертеңде сол күн, әр күнде сол күн, сөйтіп өмірді сүріп өтеміз дейді. Яғни ол құрбан рөлінде. Бірақ бұл үнемі сол рөлде болады деген сөз емес. Ол арнайы бір адамға болуы мүмкін, бірнеше адамға болуы мүмкін, отбасындағы адамдарға болуы мүмкін, ұжымдағы адамдарға болуы мүмкін. Түсінікті ме? Бұл құрбан рөлі. Ол всегда үнемі ештеңе оған ұнамайды. Үнемі барлығы жаман.
байқадыңыздар ма? Егер өзіңізде байқаған болсаңыздар, неге санасыз түрде, бейсана түрде мен осы рөлді ұстап алып жабысып шықпаймын, осы рөлді мен неге үнемі осы рөлде жүремін деген үлкен сұрақ қоюларыңызға болады. Алдында енді қазір айтатын болам, кішкене күтіңіздер. Ол кімді кінәласам екен, құрбан, кімді кінәласам екен, оған ата-ана да кінәлі, кішкентайында қарамады, немесе мені ренжітті, ұрды, соқты, әкем қарамады, жаңа жоғарыда айтып өткендей мемлекетте жаман, мемлекеттегі экономика, жұмыс, басшы, үкімет, елдің бәрі жаман. Яғни өзгелерге бір міндетті мойнына ілу арқылы ол өзінің бойынан жауапкершілікті алып тастайды. Түсінікті ме, мына жерде көріп отырғандарыңыздай. Өзінің мойнына жауапкершілікті алып, жаман. Мен бірақ не істей аламын, осыны жөндеу үшін, отбасыны жөндеу үшін, бала-шағаны бағу үшін, күйеуімді жігерлендіру үшін мен не істей аламын, менің қолымнан не келеді, мен қандай әрекет жасасам болады екен деген мойнына жауапкершілік алудан қашатта, мен істейін десем бәрін істейтін едім, бәрін қатыратын едім, бірақ жағдай осылай болып тұр дейді. Ол құрбанның әңгімесі. Енді бізде құтқарушы деген рөл бар. Яғни негізінде бұл рөл адамға жаны ашыған сыңай танытады, көмектескісі келеді, көмек береді, аяйды, келіп үйін жинап береді, бала-шағасына қарап береді, тағысын тағы. Яғни құтқарушы. Негізінде ол құтқарушы құрбанды құтқарғысы келіп, жаны ашып, ойбай, шынымен де оның жағдайы солай болып тұр, мен құтқарайын деген тұрғыдан емес. Яғни құтқарушының өзінің жеке өмірі жоқ, өзімен айналыспайтын, басқаларға жаңағыдай типа көмектескен сияқты болып, өзінің дәрежесін көтеру. Шын мәнінде құтқарушы құрбанды құтқарғысы келмейді. Ол қалай деуім мүмкінсіз ғой, құтқарушы деген атағы бар, ол қалай ол тек қана өзінің бас пайдасына қана, өзінің бір самооценкасын көтеру үшін, өзгелер чтоб ой, бәлен ана түгенге көмек беріпті, сол қарайласып тұрады екен, ақша беріп тұрады екен, немесе үйіне барып үйін жинап беріп тұрады екен, тамағын апарады екен, тағы. Солай біреу айтса, ол соны естісе, ол соған өзінің бір масайып, марқайып қалу үшін істейді. Ол, мына жерде жазылып тұрғандай, құрбанды құтқару арқылы өзін маңызды сезінеді ғой. Өзіне құрмет, ойбай, сол деген жаны ашып жүгіріп жүр, байғы, сол болмағанда қайда, соның арқасында адам болып отыр, деп осындай айтады. Яғни, ол бірақ солай мен жасайын, мен негізі құтқарғым келмейді, просто мені солай біреу айтсын деп, біреу мені ескерсін деп жасайын деп ойламайды. Ол шын мәнінде мен құтқарып жатырмын деп ойлайды. Түп негізінде санасында, бейсанада ол солай өзіне қандайда бір бонустарды жинап алуды көздейді. Сонымен қоса өзінің жеке өмірі болмайды. Ол құтқарушының өзінің самооценкасы төмендік, өзін бір реализовать ете алмаған, өзін шынайы болмысын көрсете алмаған, немесе карьерасы шын мәнінде жүзеге аспаған, өзін іштей мәселелер, личностный, тұлғалық мәселелері шешілмеген адам. Өзіндегі мәселе шаш етектен, бірақ ол онымен шаруасы жоқ, ол баратта құрбанды құтқарады. Өзінің өмірін басқа адамның өмірімен толтырады. Көбінде ол бір ата-аналар деп айтайық, қартайғаннан кейін балдарын, келінін, баласын, немерелерін бәрін құтқарып жүреді. Бар ма сондай құтқарушы айналаңызда? Ойланып қараңыздар. Мен бала үшін жаңағыдай бәрін беремін, пенсиямды беремін, маған ештеңесі керек жоқ, мен бірақ осылай көмектесемін, тағысын тағы деп айтып жүреді. Яғни өзіндегі жаңағы пенсияға шыққаннан кейін өзінің тұрақталуын, өзінің тұлға ретінде қалыптасуын жайына қалдырады да, біреу арқылы өзін жаңағыдай өзінше болып көтереді құтқарушы. Негізінде ең басты принцип бұл үшбұрыштағы құтқарушы құрбанды еш уақытта құтқарғысы келмейді. Құтқарған жағдайда да тек қара басының бас пайдасын ойлайды.
түсінікті ма? Және құтқарушы деген, құрметті оқырмандар, біреу көмек сұрайды ғой, маған көмек берші, осындай жағдай болып жатыр, мен қиналып жатырмын, не айтасың деген кезде барып құтқару ол мүлдем басқа дүние. Бұл жерде құтқарушы, одан құтқаруды ешкім сұрамаса да, ол барып араласады. Жаңа келін мен баласы қырылып жатыр, төбелесіп жатыр, ол барып құтқарады. Хотя келін мен баласы одан сұрамайды. Мама, бізді жайымызға қой, біз өзіміз шешеміз десе, жоқ, барып деген, сендер балдарды ойлаңдар, балдар қайда қалады, тағысын тағы деген әңгімелер болады. Яғни одан сұрамаса да барып құтқара береді. Жәбірлеуші бар бізде. Оны бұл драматикалық үшбұрышта, Карпман үшбұрышында жәбірлеуші дейді, агрессор дейді, қудалаушы дейді көп. Енді мен бұл жерде жәбірлеуші деп алып отырмын. Яғни бір-бірін тартады. Құрбан бар жерде жәбірлеуші міндетті түрде болады. Бұл бір тиынның екінші жағы. Құрбан өзі жәбірлеушіге қандай да бір сигналдар жіберіп тұрады. Мен құрбанмын, жәбірлеуші сен маған тиіс деп. Сол үшін жәбірлеуші бар жерде құрбан міндетті түрде болады. Құрбан бар жерде жәбірлеуші болады. Яғни жәбірлеуші құрбанды жәбірлейді. Сен енді әйел мен күйеуді алатын болсақ, сен өз-өзіңе қарамайсың, түрің болса мынандай, жұмыс істемейсің, менің мойныма мініп отырсың, сондықтан мен айтқанын тыңдайсың, барасың жерге барасың, бармайсың десем бармайсың, мен өзім білемін, не киесің, не ішесің деп барынша құрбан жәбірлейді. Немесе ішіп келеді де ұрады оны, намысына тиеді, жаман сөздер айтады, әйелдік болмысына сөздер тигізеді, аналық болмысына, балдарға қарамайсың, сенің тәрбиең көрсетіп отырған, тағысын тағы деп жәбірлеуші үнемі жәбір көрсетеді. Ол кезде құтқарушы шығады бір жағынан, сен тиіспе деп, құрбанға тиіспе, сен өзіңе қара, тағысын тағы деген әңгімелер басталады. Ол құрбанға мүлдем көңілі толмайды. Отырса опақ, тұрса сопақ, не істесе де жақпайды, әдемі емессің, қарамайсың, шашың жаман, бетің жаман, тамақ істей алмайсың, қолыңнан ештеңе келмейді, жұрттың қатындары істейді, сен үйді дұрыстап жинамайсың, балдарға қарамайсың, оқуына қарамайсың, біліміне қарамайсың. Короче, көп қой, жәбір көрсете береді. Оған үнемі құрбанға шабуыл жасайды. Құрбан әдейі сол жәбірлеушіні өзіне тілеп алады. Өзінің үстемдік көрсету мүмкіндігіне ләззат алады. Бұл жерде де ол керемет болғандықтан жәбір көрсетпейді. Оның да шын мәнінде ішкі проблемалар болады. Тоже самооценка. Көшеге барып істей алмаған, немесе біреуге өзінің кереметтігін көрсете алмаған кезде, карьерада тоже самое, да, или жаңағыдай өзінің бір әріптестеріне достойный ответ қайтара алмаса, үйіне келеді не істейді, ол көрсете алатын адамға жасайды, жәбір көрсетеді. То есть тоже самооценка бұл жерде өзінің шын мәнісіндегі реализациясы үлкен сын үстінде келеді де құрбанға жәбір көрсету арқылы ол ләззат алады. Қанағаттанады, көңілі толады. Одан құрбан да өзіне керегін алып жатады. Оған сондай керек, чтоб всегда жаловаться етіп жүру үшін, менің күйеуім жаман, енем жаман, үнемі маған күн бермейді, хотя мен бәрін жасап жатырмын деп айтып жүру үшін құрбан солай өмір сүреді. Енді бұл жерде мен бір эксперимент айтқым келіп отыр. Америкада әйел адамдарды зорлайтын насильниктерге көп жинап алады да, көп фотоларды көрсетеді, әйел адамдардың фотоларын. Сонда жаңа барлығы бір ауыздан тек қана 1-2 фотоны таңдайды. Қайсысы ішінде құрбан деп ойлайсыз деп сұрақ қояды ғой. Сол кезде барлық жаңағы зорлық жасаған адамдар түрмедегі, абақтадағы дәл зорлық көрген сондай 1-2 адамның фотоларын үнемі дұрыстап отырады. Неге? Өйткені құрбан всегда өзінің құрбан екеніне сигнал беріп отырады. Көрдіңіздер ба, мен құрбанмын, сендер маған тиісіңдерші, маған жәбір көрсетіңіздерші, мен құрбанмын деген сигнал беріп отырады. Құрбан бар жерде, жаңа жоғарыда айтқандай,
жәбірлеуші деп болады. Бірақ енді бұл дегеніміз, құрметті оқырмандар, тек бір адам құрбан болады екен деген сөз емес. Мысалы, мына жәбірлеуші үйіне келеді де жәбірлеуші болады, жұмысқа келеді де құрбан болады. Бәрін айтқан барлығы оған жаңағыдай жәбір көрсетеді, дұрыс жасамадың, отчетты дұрыс жазбадың, сен қандай жұмысшысың, қолыңнан ештеңе келмейді, ол құрбан болады. Сосын тағы біреуге сондай жәбір көрсетіп жатса, жүгіріп барады да оған құтқарушы болады. Неге оған тиісесіңдер там, или ол дұрыс істеді, мен бағана тексергенмін, көргенмін, жақсы дегенде бір адам бірнеше рөлді ойнай береді. Құрметті оқырмандар. Мысалы, құрбан, күйеуіне ол құрбан болса, балдарына ол жәбірлеуші болуы мүмкін. Күйеуінен ала алмаған ашуды барады да балдарынан алады. Балдарын ұрады, соғады, сендердің әкелерің сияқты, әкең сияқты, тағысын тағы, сендер күйдірдіңдер ғой мені дегендей. И жолдасы келіп, мысалы, бір баласын ұрып жатса, құрбан құтқарушы болады. Тиіспе оған, неге тиісесің дегенде, көрдіңіздер ме, бір адам бірнеше рөлді ойнай береді. Ендеше, құрметті оқырмандар, сіздер енді осы жерде көрдіңіздер, Карпман үш бұрышында үш рөл бар. Жалпы бұл үш бұрышта мүлдем адам в идеале болмау керек. Бұл үш бұрыштың аясында жұмыс жасамау керек. Үш бұрыштың аясында қарым-қатынас жасамау керек. Ендеше қараңыздар. Енді бұл үш бұрыш қалай жұмыс жасайды? Құрбанда всегда кінә сезімі, чувство вины. И ол құтқарушыға қандай сигнал жібереді? Мені құтқар. Маған құтқармаса, тағы бәлесіне де қалуы мүмкін. Мені құтқар, маған ақша бер, менің киімім жоқ, балдардың киімі жоқ, мен ана соңға барайын десем, балдар тастап кететін адам жоқ, тағысын тағы үнемі құтқарушыға құрбан жәбірлеуші болуы мүмкін. Бармай қалсаң, құтқармай қалсаң, бәлесіне қаласың. Мен айтып едім, неткен жоқ, көмектескен жоқ деп қайта құтқарушыны ол кейде өзіне жәбір көрсетіп, өзіне как бы обязан сияқты көрсетіп отыру мүмкін. Ал құрбан жәбірлеушіге мені ұр. Енді мен грубо жаздым, то есть маған тиіс, маған ұрыс, менің кемшілігімді айт, мен құрбанмын өткені, сен маған жәбір көрсет деп жәбірлеушіге сондай сигнал береді. Жәбірлеуші всегда жәбірлеушінің мойнында ашу тұрады, ашуланады. Құтқарушы жәбірлеушіге қандай сигнал береді? Тиіспе деп сигнал береді. Құтқарушы мен құтқарамын деген аясынан жұмыс жасайды. Көрдіңіздер ме? Бұл үш бұрыштағы движенияны, әрекетті көріп отырсыздар. Енді мен сіздерге толыққанды түсінікті болу үшін қызыл телпек деген ертегі бар. Сол ертегі аясында Карпман үш бұрышын түсіндіремін. Сол кезде сіздер толыққанды түсінесіздер деп ойлаймын. Қызыл телпек, әжесі ауырып қалады. Бәріңіз білесіздер бұл ертегіні. Әжесі ауырып қалады, әжесіне пирожки, бәліш пісіріп, әжесін аурудан құтқару үшін әжесіне барады. Яғни бұл жерде қызыл телпек, құтқарушы, әжесі құрбан. Сонымен орманның ішінде кет бара жатқан кезде ол қасқырды көреді. Қасқырмен әңгіме соғып, әңгіме дүкен соққан кезде абайсызда әжесіне бара жатқанын, әжесі оны ауырып жатқаны, орманның ішінде әжесі тұратынын бәрін айтып қалады. Яғни құрбанға айналады. Құрбан ғой, қасқыр жәбірлеуші. Содан қызыл телпек әжесіне келеді. Әжесіне келсе, қасқыр уже әжесін жеп қояды. Яғни әжесі құрбан, қасқыр жәбірлеуші. Содан ол үйге келген кезде, осы ертегіде қасқыр қызыл телпекті де жеп қояды. Әжесі екеуін, короче, жеп қояды. Ол екеуі құрбан ретінде. Сөйтіп, охотниктер ма? Охотниктерді қазақша қалай айтады екен? Охотниктер қасқырды тауып алады да, ішін жарады.
ішін жарған кезде ішінен қызыл телпекпен әжесі шығады. Яғни охотниктер жәбірлеуші қасқыр құрбан болады сол кезде. Ішінен қызыл телпекпен әжесі шығады, қызыл телпек таспен, солай ғой деймін, таспен алады да қасқырды ұрып өлтіреді. Яғни қызыл телпек жәбірлеуші болады да қасқыр құрбанға айналады. Көрдіңіздер ме, өмірдің бәрі новелла демекші, өмірде біз әртүрлі рөлдерді ойнаймыз және сол рөлдер арқылы әрекет жасаймыз. Әрине енді керек кезде бар, керек емес кезде, дегенмен Карпман үш бұрышында әрекет жасаған кезде ешқандай біз өз басымызға пайда келтіре алмаймыз, тек қана зиян келтіруіміз мүмкін. Сондықтан шығу жолы құрбанға мойнына жауапкершілікті алу. Егер сіз құрбан болсаңыз, мойныңызға наконец-то жауапкершілікті алып үйреніңіз және құрбан рөлінен шығыңыз. Құтқарушы сізден құрбан ешқандай көмек сұрамаса, құтқармаңыз, өзіңіздің шаруаңызбен, өзіңіздің жеке басыңызбен айналысыңыз. Ешкімге сіздің көмегіңіз қажет жоқ сұрамаған кезде. Жәбірлеуші, неліктен сіз жәбір көрсетесіз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіз өзіңіздің қандай түсіңізді көрсете алмай жүрсіз? Айналаға, қоршаған ортаға, сіз өзіңізді қалай реализация жасай алмай жүрсіз? Өзіңіздің басқа қандай өмірлік жағыңыздан көріне алмай жүрсіз? Неліктен ол сіз құрбанға тиісу арқылы өзіңіздің деңгейіңізді көтересіз? Басқалай қалай ол деңгейді көтере аламын, мен өзімнің деңгейімді, дәрежемді қалай көтере аламын деген сұрақ қою керек. Сол кезде Карпман үш бұрышынан шығасыз. Оп-оңай сияқты, шын мәнінде әрине жұмыстану керек, жұмыс жасау керек, әрекеттену керек, сол кезде Карпман үш бұрышынан шығасыз. Әр кезде, әр адаммен қарым-қатынасқа түскен кезде, мен Карпман үш бұрышы деңгейінен қарым-қатынасқа түсіп тұрған жоқпын ба деген өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ендеше, бәріңізге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға енді подписка жасап, лайк басып дегендей, ол просмотр жасап тұруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар. Келесі көріскенше.